Тақырыбы ойыс айна. Не себепті сенің қасықтағы шағылысқан бейнең төңкеріліп көрінеді? Мәссаған, сен кешкі жиынға баруға дайындалып жатқан сияқтысың ғой. Онда осы жерде тұрып, содан кейін қасыққа қарасаң қалай болады? Уайымдама. Сенің бейнең қасықтың іші қисық болуына байланысты ғана төңкеріліп көрініп тұр. Ішке қарай қисайған қасықтың беті ойыс айна сияқты әрекет етеді. Сен аздап абдырап қалған сияқтысың. Қазір мен саған түсіндіріп берейін. Ойыс айна дегеніміз шағылысатын беті ішке қарай қисайған айна. Ішке қарай қисайған кезде ол жарық сәулелерін басқаша көрсетеді, немесе басқаша түсіреді. Сен өзіңнің түріңе ойыс айна тәрізді қасықпен қараған кезде, бетіңнен шығатын жарық сәулелері қасықтың жоғарғы жағына түседі де төмен қарай шағылысады. Ал керісінше, аяқтарыңнан шығатын жарық сәулелері қасықтың төменгі жағына түсіп, жоғары қарай шағылысады. Нәтижесінде, сен өзіңнің төңкеріліп тұрған бейнеңді көресің. Ал енді осы жарық сәулелерінің барлығы түйісетін нүкте фокустық нүкте деп аталады. Егер сен осы нүктенің артында тұрсаң ғана, өзіңнің төңкерілген бейнеңді көре аласың. Алайда, егер сен фокус нүктесінің алдында тұрсаң, бейнең түзу көрінеді.